Балалар, бүгін қандай мереке? Жарайсыңдар. Олай болса, бүгінгі мерекемен құттықтап, әжелерімізге қонаққа барайық. Ол үшін көзімізді жұмамыз, айналамыз. Қандай әдемі балалар. Балалар, біз әжелер ауылына қонаққа келіп қалыппыз. Олай болса, әжелерімізбен амандасайық. Айналайындар, балапандар, қош келдіңдер, жоғары атыңдар, төрге шығыңдар. Балалар, біздер әжелер ауылына не үшін келдік? Тәуелсіздік күнімен құттықтауға деді. Жарайсыңдар, әжелер тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Рахмет айналайындар. Әмин даңдар. Балалар, әжелеріміздің қолындағы не екенін білесіңдер ме? Олай Жоқ. болса, әжелерімізден сұрап көрейікші. Балалар, мына менің қолымдағы түйенің, төрткілік малдың түйенің жүні. Осы жүнді алып, жақсылап, осылай түтіп, тазалаймыз. Балалар, осы жүнді мен мынандай етіп үйеліп, жіп жасаймыз. Жіптен түрлі шолы, алаша, кеудеше, шәлі тоқимыз. Осы ұлттық өнеріміз алға қарай да дәріптелсе екен, кейінгі өскелең ұрпақ осы үрдісті жалғастырса екен деген балабақшаға өтінішіміз және тілегіміз бар. Жарайды, рахмет әжей. Балалар, сендерге әжелер ауылы ұнады ма? Ендеше бақшамызға оралатын кез келді. Олай болса, әжелерімізбен қоштасайық. Сау болыңыздар. Балалар, бүгінгі оқу қызметіміздің тақырыбы ұмытылмас салт дәстүр. Яғни, соның ішінде бүгін біз алаша тоқу өнерімен сендерді таныстыратын боламыз. Балалар, тақтаға назар аударайықшы. Мінекей, бұл алаша тоқу өнерінің бір түрі. Бүгін сендермен аналарымыздың қол еңбегі, ұмытылып бара жатқан салт дәстүріміздің бірі алаша тоқу өнерінің ең оңай тәсілін сендерге түсіндіріп, көрсетіп, үйрететін боламыз. Балалар, қараңдаршы, сендердің алдарында алаша тоқуға арналған арнайы құралды дайындап қойдым. Көрдіңдер ме, балалар? Осы құралға алдымызда тұрған жіпті аламыз және де бір жіпті өткіземіз және қасындағы екінші жіпті қалдырып кетеміз. Шалып тоқу арқылы алашамызды тоқимыз. Түсіндік пе, балалар? Бір жіптен өткіземіз және бір жіпті қалдырып кетеміз. Келесі жіптен өткіземіз, бір жіпті қалдырып кетеміз. Түсіндік қой, иә? Ал олай болса, іске сәт. Балалар, мінекей, осымен алаша тоқуымызды да тәмамдадық. Кәнекей, көрсетіңдерші қалай шыққанын. Бүгін даналық атты үстел үсті ойынын дайындап қойдым. Ол үшін мен сендермен алдымен шарттармен түсіндіріп алайын. Сендерді ұлдар тобы және қыздар тобы деп екі топқа алдын-ала бөліп қойдым. Енді алдарында мындай көбейік тұр. Мен осы көбейікті лақтырамын қазір. Нешінші ұяшық түскенін барлығымыз санаймыз. Санайықшы. 1, 2, 3, 4. Демек, біз төртінші ұяшықты ашамыз. Санаймыз. 1, 2, 4. Төртінші ұяшықты ашамын. Төртінші ұяшықта қандай сурет белгіленгенін, қандай ұлттық ойынның белгіленгенін біз айтатын боламыз. Егер
сол суретті тапқан топ және мына жерлерде алдымызда ұқсасын тап деген ойынның екінші түрі бар. Сол ұқсасын тапса, біздер қай топ табады, тезірек сол топқа оюлы жетон беретін боламыз. Қыздар тобы жауап береді. Қанекей, нешінші яшықты ашамыз? Көрейік. Нешінші яшық түсті? Екінші яшық түсті. Қанекей, санайық. 1, 2. Алашып көрейік, қандай сурет шығар екен? Қыздар, айта қойыңдар, қандай сурет шықты? Ненің сурет шықты? Балалар не істеп жүріп отыр? Ойнап жатыр. Немен ойнап жатыр? Асықпен, Аяна дұрыс айтады. Демек, бұл қандай ойын түрі екен, ұлттық ойын түрі? Асық ойыны қанталапай деп аталады. Жарайсыңдар. Дұрыс жауап берді ме, қыздар? Иә, олай болса, қыздарға қызыл оюлы жетонды сыйға тартатын боламыз. Жарайсыңдар. Ұлдарымызда бір ұпай, енді ұлдарымыздың тобын қарайық. Кәнекей, санайық, неше яшық бар екен? 1, 2, 3, 4. Демек, біз төртінші яшықты ашамыз. Қанекей, санаймыз. 1, 2, 3, 4. Төртінші яшықты ашамыз. Балаларымның ненің суреті? Ненің суреті екен? Дұрыс айтасың, Әмір. Тұсауын кесіп жатыр. Яғни бұл қандай салт дәстүр екен? Жарайсың, тұсау кесер. Ал осы айналаңыздағы суреттерден дәл осы суретті тауып берейікші. Алып келеміз. Жарайсыңдар, мінекей, тұсау кесердің екінші суреті табылды. Олай болса, ұлдар тобына жасыл оюлы жетонды береміз. Әзірге қыздар тобы бір ұпай, ұлдар тобы бір ұпай жинады. Қосып қойайық. Осымен, балалар, дидактикалық ойынымыз өз мәресіне жетті. Қыздар тобы 9 ұпай жинаса, ұлдар тобы да 9 ұпай жинады. Яғни, тең-бе-тең, яғни достық жеңді деген сөз. Олай болса, бір-бірімізді құттықтап қояйық. Балалар, бүгін қандай мереке? Жарайсыңдар, мерекемен құттықтап біз кімге бардық? Әжелерге бардық. Әжелерімізді құттықтап келген соң бақшамызға не жасап үйрендік, балалар? Ойын ойнадық, және не жасап үйрендік? Алаша тоқып үйрендік. Жарайсыңдар. Осы алашаларыңды, бүгінгі жасаған қол еңбектеріңді аналарыңа сыйға тартатын боласыңдар. Жарай ма? Жарайсыңдар. Осымен бүгінгі оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Сау болыңыз.